Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, сендердің денелеріңде сол бір ет бар дейді. Ол түзелсе, бүкіл дене түзеледі дейді. Ол бұзылса, бүкіл дене бұзылады. Енді медицина тілімен алсаңыз да, осы жүрек бүкіл денеге әсер етіп отырады. Қараңыз, адам ашуланған кезде не болады? Жүректің ұрысы өзгереді ғой. Қанның жүрісі өзгереді. Адамның беті шымырлай бастайды, аузы кебеді, көзі қызарады. Бүкіл денеде өзгеріс пайда болады. Неге? Денеде қалыпты жағдайда айналып жатқан қанның жүрісі өзгереді. Өйткені анау жүректің ұрысы жылдамдады ғой. Дүрс қап тұрады ғой. Бүкіл денені өзгертіп тастайды. Осы ғайбат деген нәрсе негізі шындап келген кезде неден шығады? Бұл осы жүректегі анау қасат деген нәрсе бар ғой. Көре алмаушылықтан шығады.